Баяғы заманда кең байтақ қазақ даласында кішкентай еңбекқор тышқан өмір сүріпті. Тышқан таңмен таласа тұрып, інін тазалап, дән жинап, еңбек етуді әдетке айналдырған екен. Бір күні ол дән іздеп жүріп, алыстағы орманға кіріп кетеді. Тышқан байқамай, алып арыстанның үстінен аттап өтіп, оны оятып алыпты. Кешір мені, патша ағзам, мен сені ренжіткім келмеді. Бір күні мен де саған көмектесермін. Арыстан тышқанның батылдығына таң қалып, күліп жібереді де, оны босатып жібереді. Біраз күн өткен соң, арыстан аңшылардың құрған қақпанына түсіп қалады. Сол сәтте тышқан жетіп келіп, арқанды өз кішкентай тістерімен кеміре бастайды. Содан бері екеуі айрылмас досқа айналыпты. Қазақ халқы айтқандай, кішкентай болсаң да жүрегің үлкен болсын.